таза күйде дүниеге келеміз. Біз өзіміз айтамыз, қазақта періште деп айтамыз, сәбилер. Онда ешқандай күнә жоқ. Бір ақын жазыпты, біз туылғанда шаштарымыз қара еді, дәптеріміз ақ. Біз қартайғанда есейгенде шаштарымыз ағарды, дәптеріміз қара дейді. Яғни ол деген сөз, біз туылғанда таза едік. Біз ақылымыз кіріп, оңды солды қылғаннан кейін, біздің әрбір ісіміз, сөйлеген сөзіміз жазыла бастайды. Сол кезде жаңағы мысалы пендешілік, жаман сөз айтамыз, жаман іс қыламыз. Жаңағы денеміз қалай болған кезде таза болған болса, жүрегіміз де солай таза ғой. Сол жүрекке тот басыла бастайды. Мысалы бір сөз айтасыз, күнәлі немесе бір іс істейді, жүрекке тақ түседі. Ол жаңағы көбейе береді. Бір күні жүрек сол дақтармен қапталады. Сол кезде жаңағы әбден күнә істеп, жаман сөз айтып қалған адам жүрегі дақ басқан соншалықты бір күнә істеп жатса, ол мысалы мұрнына келіп шыбын қонған сияқты да сезбей қалады. Жаңағы жүрек қатайған соншалықты сезбей қалады. Бірақ соның барлығынан арылтатын, тазалайтын нәрсе Алла Тағаланың діні, Аллаға деген сенім. Мысалы, ол келіп, иман келтіріп, намаз оқиды, бір сауапты іс жасайды, жаңағы дақ тазара береді. Сөйтіп бір күндерде тап-таза болады. Ғалымдар айтады, мысалы имам Ғазали, Алла ол кісінің рахметін алсын, жүрек деген ұғымды екіге бөледі. Біріншісі тәніміздегі жүрек, соғып тұрған жүрек. Ол жануарда да болады, адамда да болады. Оның өзінің қызметі бар, қанды айналдырып тұрмаса. Ал екіншісі рухани жүрек. Ол адамның нағыз ақиқатын көрінісі. Ол Алланың танушы және Алланың үндеуіне жауап беру, иман келтіруші нәзік руханият дейді. Біздің білесіздер, әрбір жасап жатқан құлшылығымыздың сыртқы көрінісі бар, ішкі көрінісі бар. Мысалы, намаз белгілі бір іс қимылдардан құралады. Ол қимылдарды атқарушы біздің тәніміз, тек орындаушы ғана. Ал құлшылықтың шынайылығын паш етіп, оған жан беретін ол жүрек. Одан кейін өлі жүрек бар. Бақара сүресінің 67-ші аятында былай дейді Алла Тағала: расында күпірлік кеткендерге ескертсең де, ескертпесең де бәрібір. Ескерту оларға пайда бермейді. Олар иман келтірмейді. Алла олардың жүректері мен құлақтарына мөр басқан, өздерінде перде бар. Енді қатайған жүрек пен өлі жүректің айырмашылығы, қатайған жүрек естиді, тыңдайды, бірақ амал етпейді. Ал өлі жүрек ол естімейді де, көрмейді де. Алла сақтасын. Араб сүресінде осы аятты қуаттап, тағы бір 179 аятында Алла Тағала былай дейді: олардың жүректері бар, бірақ онымен шындықты түсіне алмайды. Олардың көздері бар, бірақ онымен көре алмайды. Сондай-ақ олардың құлақтары бар, алайда онымен ести алмайды. Одан кейін ауру жүрек бар дейді. Алла Тағала Бақара сүресінің 10-шы аятында олардың жүректерінде ауру бар, Алла олардың ауруын күшейте түседі дейді. Яғни ауру жүрек бар. Бірде бұлай, бірде бұлай. Бірде иманға келген сияқты болады, бірде шайтанның азғыруына еріп, ауруын күйге түседі. Енді жүрек деген нәрсенің өзі ауыз тұрушы деген мағынаны білдіреді. Жүрек бір қалыпты тұрмайды. Көңілге қарай, ойға қарай, сенімге қарай өзгеріп тұрады. Білесіздер, мысалы адам баласы жігіт кезде ғашық болады. Оның жүрегі ғашық болған соншалықты өлеңдер шығара бастайды. Әрқашан өзімен өзі қуанып жүріп. Ал кейде бір қайғы келген кезде ол қуанышты ұмытып кетеді де, керісінше қайғы жұтып, көңіл күй жоқ бар. Яғни жүрек өзгеріп тұрады. Сондықтан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұға қылатын болған: я Алла, жүректерді өзгертуші, менің жүрегімді өзінің дінінде кәміл қыл. Ахмад ибн Ханбал жүректердің емшісі деп айтады ол кісі. Сол кісіге бір кісі келіп сұрайды: я ұстаз, я шейх,
менің жүрегім қатты. Қалай оны жұмсартамын деп сұрайды. Сонда ол кісіге имам Ахмад айтады: қабірлерді зиярат ет, жетімдердің басын сипа.